Мұнайлы ауданы номер 2 жалпы білім беретін мектептің педагог-психологы Ағанияз Жансая Абдуллақызы. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы мектеп педагог-психологының кәсіби қызметіндегі графологияның маңызы. Авторлық бағдарламаның өзектілігі оқушылардың жазу үлгісі арқылы анықталған мінез-құлықтарын, темперамент типтерін ескере отырып, оқушының даралығын, оқу материалының мазмұнын қоршаған ортаның өзгерісімен, қозғалысымен, шынайылығымен үнемі байланыстыру. Авторлық бағдарламаның мақсаты мектеп педагог-психологының қызметін ұйымдастырудағы графология ғылымын теориялық тұрғыдан негіздеу және әдістемесін жасау. Авторлық бағдарлама барысында күтілетін нәтиже оқушылардың танымдық қабілет белсенділігі артады. Оқушылардың темперамент типтері анықталады. Жазу үлгісінің қорытындысы нәтижесінде қызығушылық деңгейі мен қабілеттіліктер анықталады. Сонымен қатар оқушылардың жазуға деген қызығушылығы оянады. Қазіргі кезде жаңа технологияның жоғары дәрежеде дамуына байланысты адам психикасында үлкен өзгерістер орын алуда. Осыған байланысты педагог-психологқа деген сұраныс күн санап арта түсуде. Әсіресе мектеп педагог-психологының тікелей баламен жұмыс жасайтын болғандықтан, оқу-тәрбие процесіндегі психологиялық жұмысқа сұраныс күн санап артуда. Жалпы графология дегеніміз не? Графологиялық әдіс-тәсілдерді несімен тиімді деген сұрақтарға келесіде жауап беруге болады. Графология дегеніміз өзіңнің және өзгенің табиғатын түсінуге мүмкіндік беретін қызықты және бағалы әдіс. Графология әдіс-тәсілдері арқылы оқушылардың мінез-құлқын, темперамент типтерін, қабілеттіліктерін анықтауға мүмкіндік аламыз. Соның ішінде бастауыш сынып оқушыларының жазу үлгісі қалай қалыптасып, қалай дамитындығы ерекше қызығушылық тудырады. Авторлық бағдарлама барысында 36 сағаттық тақырыптық жоспар құрылды. Тақырыптық жоспар 4 негізгі бағыт бойынша құрылған болатын. Алғашқы бағыт бұл диагностикалық бағыт, консультациялық бағыт, ағартушылық бағыт және түзету дамыту бағыты. Алғашқы кезең диагностикалық кезең. Бұл кезеңде оқушыларға топтық диагностика жүргізілді. Нәтижесі бойынша әрбір оқушыға жеке анықтама берілді. Сонымен қатар графологияның әдістерін эксперименттік зерттеу жұмыстары жүргізілген болатын. Зерттеу жұмысы 2 кезеңде жүзеге асырылды. Алғашқысы жанама кезең. Бұл кезде жалпы зерттелуші оқушылар туралы алғашқы мәліметтер алынды. Екінші нақты диагностикалау. Бұл кезеңде оқушылардың нақты портреті жасалды. Алғашқы кезең бойынша сынаққа қатысқан 4 сынып оқушыларының нәтижелерін дисперсиялық талдау барысында төмендегідей нәтижелер алынды. Темперамент типтерін талдау бойынша оқушылардың 30% сангвиник, 30% меланхолик, 22% флегматик, 18% холерик типіндегі оқушылар. Келесі кезекте сыналушылардың жазуларының өлшеміне қарай талдау жасалынды. Оқушылардың 40% өте кіші жазу, 35% орташа жазу және 25% ірі жазу иелері. Оқушылардың жазу түсініктілігіне талдау нәтижесі бойынша 35% оқушылардың жазуы әдемі, түсінікті, әріптері өте ыждағаттылықпен жазылған. 25% өте тез жылдамдықпен жазылған. 21% жазуы түсінікті, әріптерінде өзгешеліктер бар және 19% жазудың түсініксіз жазылған жазулар. Екінші кезең бұл психоэмоционалдық ішкі күйді реттеу, дамыту мақсатында ағартушылық сабақтар ұйымдастырылды. Диагностиканың қорытындысы бойынша сынып жетекшілер мен ата-аналарға психологиялық консультациялар берілді. Үшінші кезең психологиялық жаттығулар арқылы оқу процесіндегі ішкі күйзелістерді төмендетіп, зейін, қабылдау, есте сақтау сияқты танымдық процестерін дамытуға мүмкіндік жасалды. Үш кезеңнің қорытындысы бойынша оқушылармен жеке форматта жұмыс жүргізілді. Нақтырақ айтсақ, өз жазуыңды көрсет, өзіңізге қаншалықты сенімдісіз сияқты әдістемелерін қолдануға басымдылық берілді. Авторлық бағдарламаны зерттеп, нәтижелерді ала отырып, төмендегідей ұсыныстарды атап өткім келеді. Зерттеу барысында теориялық және әдістемелік тұжырымдамалар негізінде мектептегі педагог-психолог, пән мұғалімдері осы графологиялық әдістерін қолданса, онда оқушылардың жасырын анықталмаған мүмкіндіктерін ашуға мүмкіндік алады. Сонымен қатар графология әдісі бастауыш сынып мұғалімдері үшін таптырмас ең тиімді тәсілдердің бірі болып табылады.
Неліктен? Себебі өздерінің алдындағы оқушылардың жазуын күнделікті тексеру арқылы бастауыш сынып мұғалімдері балалардың сол күнгі психологиялық ахуалын, сол күнгі баланың көңіл-күйін анықтауға мүмкіндік алады. Жұмысымды қорытындылай келе, егер мектептегі педагог психолог өзінің кәсіби қызметінде графология ғылымының әдістерін теориялық тұрғыдан қолданатын болса, эксперименттік түрде жүзеге асыратын болса, онда оқушылардың психологиялық, тұлғалық мінез құлқын анықтауға мүмкіндік алады. Себебі графология осы мәселені зерттеуде тиімді салалардың бірі болып табылады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.